желіде іш киіммен бауырсақ пісірген видеосын жариялаған Шырын Нарчаева тағы да ел ашуын тудырды. Атышулы арудың бұл қылығына алғашқылардың бірі болып әнші Тоқтар Серіков шүйлікті. Ол бойжеткеннің әрекетін сынға алғанымен оған ақыл айтудан аулақ екенін жеткізді. Өнер иесі отбасы тұрғанда осындай амалдарға барған қыз өзгенің пікірін тіптен қажет етпейтінін айтты. Тоқтар Серіков сәугелемен түскен ерсі видеосымен танылған Шырын Нарчаеваның бұл жолы ойнағаны тым артық болды деп есептейді. Эстрада жұлдызы атышулы бойжеткенге мұндай форматтағы бейне жазбаларды біреу тапсырыспен таспалатуы да мүмкін екенін айтты. Ата-анасы туған ағасы бары шығар. Солардан ұялмай осылай істесе, оған халық түк емес деп ойлаймын. Халыққа оның түкіргені бар ма? Мен ол қызды қарғамаймын. Ол қызды көрген жерде дұрыстап орнына қоям деген әңгіме айта алмаймын. Менің де қарындасым бар. Біріншіден, бұл қыз құндылықтың құнын түсініп тұрған жоқ. Осындай кезде оны жасап жатқаны өзі ма? Әлде істетіп жатқан адам бар ма? Деп те ойлайсың. Иманы оянып, сол қателігі үшін елден кешірім сұрайтын күн туса екен деп ойлаймын, деді Тоқтар Серіков.